Мен қалаға келгенде 18 едім. Шымкенттің шет жағында жатақханаға да ақша жетпеді. Оқу грантқа түскеніме мәз болып жүредім. Бірақ шәкіртақы дегенің түкке жетпейді екен. Апта сайын пәтерден пәтерге көшіп жүріп шаршадым. Содан Ермек ағаның бір бөлмелі подвал пәтері табылды. Арзан, айына 50 мың. Маған ол кезде аспаннан түскен сыйлықтай көрінді. Бір бөлмелі, бірақ едені суық. Есіктің астынан жел үріп тұрады. Түнде өзің ғана жатасың. Қаладағы жалғыздық дәл осындай болады екен. Ермек аға алғашында жылы адам сияқты көрінді. 40-тың үстінде. Көзі күлгенмен жанары суық. Қызымдайсың ғой дейтін. Керек болса хабарлас, көмектесем дейтін. Алғашқы 2 ай бәрі жақсы еді. Сабаққа барып келіп кешке тез-тез тамақ істеп, үсті басыңнан дым иіс шықпайтындай тырысып тұрасың ғой. Жалғыз қызсың деген атақ оңай емес. 3-ші айда шәкіртақы кешікті. Телефонға бірдеңе түспеді. Мамам ауылда бәрі жақсы ма деп сұрайды, бірақ өздері қиналып жүргенде мен қалай ақша сұраймын? Ермек аға есіктің алдына келіп тұрды. Әселеу, ақшаны не істейміз? Жылағым келді. Аға, тағы 2 апта күтіңізші, жұмысқа кіріп алайын. Ол менің бетіме ұзақ қарады. Біртүрлі жымиып, жұмыс іздеймін деп қайда барасың? Ақшаның басқа жолы да бар ғой. Жүрегім зу ете қалды. Қандай жол? Ол қолын иығыма қойды. Сен сұлу қызсың ғой, мен еркекпін. Екеуміз келіссек еш зияны жоқ. Сол сәтте менің ішімнен әлдебір үміт, әлдебір сенім құлап түсті. Мен қаштым, құрбыма бардым. Үйіңе кіргізші, сәл ғана тұрайын дедім. Құрбымның 2 бауыры бар екен. Әкем ұрсады деді. Ауылға қайтайын десем, масқара. Оқытып жатырмыз деп отырған шешем не дейді? Ақыры өз аяғыммен Ермек ағаның есігін қайта қақтым. Тек бір рет бітсін аға. Ол маған тура жыртқыштай қарады. Жақсы қызсың ғой, екеумізге де жақсы болар еді деді. Түнгі суық пәтер, жаңа төсек жайып берді. Қызымдайсың деген еркек еңкейіп мойныма ерін тигізгенде денем дір ете қалды. Көзімді тарс жұмып алдым. Іштей бітсінші дей бердім. Басында біраз ауырсындым. Тек төсек сықыры өткен сайын өз-өзімнен жеркендім. Ал ол маған тәтті сөздер айта берді. Сен сондай тәп-тәтті қызсың, сен менікісің деді. Сол түннен кейін ол маған аздап ақша берді. Ақшаның орнына деді. Бірақ мен өзімді ақшаға саттым деп ойлағым келмеді. Ермек аға үйге жиі келетін болды. Сол сәттерде мен өзімді жалғыз сезінбедім. Біртүрлі жылылық іздей бастадым. Сөйтіп жүріп ол сеніп қалдым. Ол мені шын жақсы көретін шығар деп ойладым. Бір күні ол жоқ кезде үйін ақтарып жүріп, некелі куәлігінің көшірмесін көріп қалдым. Әйелі бар екен, 3 баласы бар екен. Осы сәтте өзімді көрден шыққандай сезіндім. Мен оның ойындағы қуыршақ, көргенде құмарлығын қандыратын жалғыз қыз болған екенмін. Іштей, мен кіммін өзі, мен не істедім деп шыңғырдым. 1 ай, 2 ай өтті. Әйел адам бәрін сезеді ғой. Ішімде бір дүние бар екенін түсіндім. Дәрігер, құттықтаймыз 2 айлық деді. Басым айналып кетті. Бұл баланы кімге жеткіземін? Қалай жеткіземін? Ермекке бардым. Ол сасқанда жоқ. Маған айтпа, не істесең де өзің шеш деді. Мен ауылға қайттым. Оқу жайына қалды. Ауырып жүрмін, жағдайым болмай кетті дедім. Ауыл іші жылы сөз айтпады. Сол кезде маған бұрыннан көзі түскен бір жуас жігіт бар еді, Нұржан. Сол кезде, Әсел, мен сені бұрыннан жақсы көремін дейтін. Аяғым ауыр екен білген соң Нұржанға тидім. Ол бақыттан басы айналды. Балам, әйелім, отбасым деді. Тек мен ғана. Төсекте оған тәнімді берсем де, жүрегім бос еді. Өйткені мен оны сүймедім. Түн ортасында ол жаным де барлық денем сүйіп құшақтағанда, өзімді сол қаладағы суық подвалда жатқандай сезіндім. Ұлымыз дүниеге келді. Нұржан ол баланы бауырына басты. Мен тек балам үшін күн кештім. Нұржан мені шексіз сүйді. Қазір мен ауылдың бақытты әйелі атанамын. Жылы үйім бар. Түнде жанымда күйеуім жатыр. Құшағы ыстық, бірақ менің тәнім Ермектің қолынан өтіп кеткенде өліп қалғанда еді. Түнде көзімді жұмып жатқанда ойлаймын. Ол пәтер ақыны ақшалай төлемедім. Өз жаныммен өтедім. Енді өмір бойы өтеп келемін.
Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.